Қан топтарына байланысты кез келген есепті шығару үшін бізге ең алдымен қан топтарының белгілену ретін білуіміз қажет. Яғни бірінші, екінші, үшінші және төртінші қан топтарының қалай белгіленетінін білуіміз керек, және де олардың гомозиготалы және гетерозиготалы екендігін ажырата алуымыз қажет. Бұл жерде бізге есеп берілген, әкесінің қан тобы төртінші, ал шешесінің қан тобы екінші деп белгіленген, және де гомозиготалы отбасыда қандай қан топты балалар дүниеге келуі ықтималдылығын бар екенін табуымыз қажет. Төменде жазылған, яғни қан топтарына байланысты осыны білсек, ары қарай есепті шығара бере аламыз. Енді бізде ата-анасы ретінде қан тобы төртінші қан тобы берілген, яғни төртінші қан тобын белгілейміз, және де бізде екінші қан тобы деген және гомозиготалы деп айтылған. Сол себепті гомозиготалы екінші қан тобын аламыз. Бұларды біріктіргенде, гаметаға бөлген кезімізде осындай бөлініс шығады. Ал енді F1 ұрпақта бізде, яғни бұларды біріктіреміз. Сол кезде бізде осылай, және де бұлай біріктірген кезімізде, яғни бұл жерде көрініп тұр, бізде бірінші ұрпағымыз екінші қан топты ұрпақ болып дүниеге келеді, ал екінші ұрпағымыз болса төртінші қан топты ұрпақ болып дүниеге келеді екен.